вас не обслужили на русском, а говорят с вами на казахском, это не агрессия в вашу сторону. Просто поймите, как бы, и постарайтесь, да, там, отнесись к этому с пониманием, с уважением. Давайте не будем говорить какую-то там ненависть, да, и так далее. Вот, но на самом деле, вот опять же, если такое произойдет, я буду лично крайне печален. Потому что, ну, кроме ситуации, когда человек реально не знает русского, да. Потому что, ну, мне кажется, что все равно это чуть-чуть странно. То есть чуть-чуть какое-то проявление такого, чуть-чуть национализма. Поэтому, опять же, это можно принять, но... Да, но это не от большой, как бы, тоже культуры, да. То есть, вот мне кажется, что вот этот первый point гостеприимства, оно должно вообще все перевешивать, да. Но кешегі Рамилге байланысты, оқиғаға байланысты бір-екі өзімнің сөзімді айтып жіберейін. Түннен бері жазып сұрап жатқандар көп. Менің ойымша, нақты Рамилге ол жараспайды олай айту, себебі өзінің қазақ тілі шамалы ғой. Қазақ тілді құрметтеу керек. Бұл тілді қазақ тілде бағанағы жауап берген, ол мәдениетсіздік деп өзінің ойын айтты. Орыс тілді білу ол парыз емес ешкімге. Және де орыс тілде жауап беру де парыз емес. Оның үстіне келген қонақтар қазақ тілін үйрену керек деп ойлаймын. Мына жақта бұл мәселені Жұмабек ағамызбен де бір-екі рет талқыладық. Жұмекеннің өзінің бір-екі ойы бар. Бұл мәселеге байланысты ол Рамилма, Румилма өзі қазақша білу керек. Екіншісі, мысалға Францияға барсаң, француздар ағылшынша сөйлесең, француз жауап береді. Сол үшін француздарды мәдениетсіз деп айту ешкім айта алмайды оны. Сондықтан мынау басқа тілді білу әлбетте білу керек, бірақ білмеу ол жаңағы бір зиян емес, оқасыздық емес. Сондықтан тілімізді құрметтеп, дәріптеп жүріңіз керек ағайын. Бұл мәселе тағы да Франция деп айтты Жұмабек ағамыз. Бұл Әзербайжанда да осы жақында көрдім мен. Грузияда да дәл солай. Орысша сөйлесең, олар жауап бермейді, өзінің тілінде айтып тұрады. Мен Әзербайжанында, Бакуда олармен түркше сөйлеуге тырыстым. Грузияда да, мысалы, грузинше бір-екі сөз жаттап алып, солай сөйлеуге тырыстым. Келген адамдар да жайлап тілді құрметтеп, қазақ тілін үйренсе, іс жерлері түсіп қалмайды. Сосын айтайын дегенім, жаңағы ана жігіттің аты, сол жігіт қайтадан халықтың алдынан шығып кешірім сұрау керек деп ойлаймын. Әдемілеп тұрып. Все. Ассалаумағалейкум ағайын. Мен бүгін ашулымын. Көп ашуланбайтын намысты ұлдардың бірімін. Білесіздер сіздер. Рамив, сен кімсің? Ақталғың келе ма? Сен ақталмада. Сенің ақталғаның бізге қажет емес. Кешірім сұрамады. Балақтағы биттер басқа шығады деген қазақтың жақсы сөзі бар. Басқа шыққың келе ма? Қазақтың намысты жігіттері өте көп. Сені біз басқа шығармаймыз. Мемлекетіміздің басшысы, президентіміз де қазақша сөйлейді. Сонда ол кісіні де мәдениетсіз дегіңіз келе ма? Қателеспеңіз. Аузыңызға ие болыңыз. Қазақтың мынандай кең байтақ жерін басқа тілде сөйлемейді ата-бабаларымыз алып қалған. Мен басқа тілдерді құрметтеймін. Басқа тілмен басқа елдерге өзінің жерінде жүргенде сөйлеймін де. Қазақтың ұл қыздары намыссыз болып кеттік па? Рамилдің парақшасын қарап жүрген сіздер намыссызсыз ба? Біз бүгіннен бастап Чока группке қарсымыз. Тілімізді құрметтемегендер біздің табанымыздың астында болу керек. Сондықтан Рамил, мен саған қайта ескертемін. Сен ақталма, сен аяққа жығылып кешірім сұрама. Сен бұл қателігіңді мойында. Сен ақталатын кезде тұрған жоқсың. Рамил, мен бұдан да бұрын сенмен осы мәселе бойынша ерегіске барғанмын. Сен бүгін қайталасаң, ертең қайталасаң, әрде қайталай бересің. Мемлекеттік басшыларына тілімізге құрметсіздік көрсеткен ұлттық құндылықтарымызды таптағандарды жүзеге қоятын кез келді деп ойлаймын. Сондықтан бұл Рамил сияқтылар көбейіп келеді. Еліміздің қамын ойламаса, нанын ойламасын. Нанын жеп, өздерін көкіректерін кермесін. Рамил, саған тағы да ескертемін. Намысты адамдар Қазақстанда көп. Мен саған тілімді қорлатпаймын, мәдениетімді таптатпаймын. Сондықтан сен басқа тілде сөйлеп, бізге мәдениет үйретпей ақ қой. Сен ескер бұны, аузыңа ие бол. Сен ақталған видеоң таратып атқандар болса, оларды да мен намыссызға бағалаймын. Өйткені біз еліміздің көк туымызды, тілімізді өзіміз көтермесек, бұндайлар таптай беретін заманда тұрмыз. Рамил,
ескерту, аузыңа ие бол. Қазақтың жігіттері көп. Сондықтан сендер сияқтыларды біз басқа шығармаймыз. Мәдениетті сендерден сұрамаймыз. Ағайын, Чоко групптан баршамыз шығып кетуге атсалысайық. Мен сіздерге қалай шығатын үлгіретінде көрсетемін. Өйткені осындайдар көбейген сайын намысымызды қорғап, біздің өзімізді, ұлт жандылығымызды қозғап жатыр. Сондықтан бұларға біз насист, анау деген сөз, мынау деген сөзден алыс болу үшін бұндайларды басқа шығармауымыз керек. Рамил, абайла, аузыңа ие бол. Мен қазақтың баласы ретінде саған ескертемін. Сәлем достар, сіз кешегі видеоның бір бөлігін көрдіңіз. Ең алдымен барлықтарынан кешірім сұрағым келеді. Ешкімді ренжітейін деген ниетім болған жоқ. Дұрыс айтасыз. Қазіргі кезде сіздерді өте мұқият тыңдау керек. Что хочу сказать? Я для начала хочу извиниться перед всеми, кого видео задело. Я его пересмотрел. Действительно было очень грубо и резко сказано. Я гражданин Казахстана. Я родился, вырос в Алматы. Мы строим здесь компанию. 99% наших сотрудников это казахстанцы. Мы платим налоги здесь. Я очень хорошо понимаю важность развития казахского языка. Внутри компании есть поддержка всех продуктов на казахском языке. Абсолютно всех. И сейчас часть приложений уже переведена на казахский, часть находится в стадии перевода, и я надеюсь, что в ближайшее время мы эту работу завершим. Что касается лично меня, я язык не очень хорошо понимаю. Да? Аздап түсінемін, бірақ жақсы сөйлей алмаймын. Ал енді сөйлеуге, үйренуге тырысамын. Достар, тағы бір рет кешірім сұраймын. Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі қазақтар. Соңғы жаңалықтар естіп жатқан шығарсыздар. Choco Food, Choco Family компаниясының директоры қазақ тілдің дәрежесін қорлағанын естіген шығарсыздар. Сол нәрсені ескеріп, содан біз әрекет атқарайық. Choco Food, Choco Family приложениясына Instagram әлеуметтік желілеріне кіріп, пожалуйста, батырмасын басып, жауып тастаңыздар. Және Choco Food егер телефондарыңызда қолданбалары болса, дереу өшіріп тастаңыздар. Қазақ тілінің дәрежесін түсіруге ешкімнің хақысы жоқ. Біз қонақ күтетін, құрметтейтін еліміз, бірақ біз сатқындарды, қашқындарды құрметтейтін ел емеспіз. Керек емес өтірік кешірімің, әлгінің Рамилмеді есімі кім? Қайраңдатып қойдық қой көрінгеннің, төбемізге шығарып есірігін. Шымбайыма батып тұр басынғаны, елдің тілін менсінбей тасынғаны. Қазақ тілі екінші сорт боп қалды, тірлік жасау тілінің қасындағы. Қазақ тілі болса рас бірлік үшін, өз тіліңнен жерейтін жындымысың? Сотталып та кетуің мүмкін қазір, ұлтшыл деген жаламен шындық үшін. Тілдің жайы батып тұр жанымызға, ішімізден қайнап жүр қанымызда. Қазақ тілін қорлаған адамдарды жазалайтын бап керек заңымызға. Әйтпесе тірлік үшін тайраңдаған, қара ниет қаптап жүр маңымызда. Иқаяғы